Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, зерін бірге азамат. Және бүгін біз Шавкат Рахмонов жайлы сөз қозғайтын боламыз. Батырымыздың көптен күткен жекпе-жегіне санаулы күндер қалды. Дәл қазір Лас-Вегас қаласында медиа күндері өтуде. Соған орай бүгін біз Шавкат Рахмоновтың сұхбатына тоқталып кететін боламыз. Бұл жерде Шавкат Стивен Томпсонға қарсы жекпе-жегі, қазақ елінің қолдауы және де чемпиондық жекпе-жегі жайлы сөз қозғаған болатын. Ал осы видео бастамас бұрын міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар Шавкат Рахмоновтың жекпе-жегін тікелей эфирде қарау үшін біздің Азамат ТВ телеграм арнамызға тіркеліңіздер. Ал біз бастаймыз. Yeah, it's me. Shavkat over here. Стивен Томпсонмен жекпе-жек жақын қалды. Осы апта бойы өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Қандай көңіл күйдесіз? Жекпе-жек алдында қалайсыз? Бәрі жақсы, бәрі ойдағыдай. Мен дайынмын. Сен Томпсонды жекпе-жекке ұзақ уақыт бойы шақырып келдің. Кейін ол сізбен жекпе-жек өткізуге келісімін бергенде қандай күйде болдыңыз? Әрине мен қуаныштамын. Стивен Томпсон өте мықты жауынгер. Жасына қарамастан өте керемет жекпе-жектер көрсетіп жүр. Сондықтан да мен үшін бұл тағы бір үлкен опыт десем де болады. Сен қыркүйек айында жекпе-жек өткізуің керек еді. Алайда болмай қалды. Сол кезде қарсылас таба алмай жүргенде қандай күйде болдың? Жекпе-жек өткізбегеніңе жарты жылдан көп болды ғой. Әрине қарсыласым жарақат алып қалғаннан кейін кішкене ой болған. Бірақ енді бұл спорт болғандықтан түсінікпен қараймын. Сондықтан да ешқандай ойым қайғы жоқ. Тек қана тренировканы тастамай, жақсылап дайындансам, қарсылас табылады ғой. Көбісі сені өте ауыр қарсыластардың бірі ретінде қарастырады. Бірақ Томпсон да уникалды жауынгерлердің бірі. Осы жекпе-жекке дайындық барысында қандай қиын сәттер болды? Әрине Стивен Томпсон ыңғайсыз қарсылас. Сондықтан да қолдан келгенше жекпе-жекке жақсылап дайындалдық. Сондай каратемен қатысатын кішкене жігіттермен осындай соққылар жасап. Мен ойлаймын, мен дайынмын. Қолдан келген барлығын октагонда көрсетемін. Бұған дейін Томпсонға ұқсас қарсыластарың болды ма? Жоқ. Томпсонға дайындық барысында жекпе-жек тәсілін өзгерткен кездер көп болды ма? Әлде сен бірдей дайындық жасай бердің бе? Барлығы негізінде бірдей дайындық деуге де болады, бірақ енді шынымен айту керек. Қарсылас көп аяқпен соғатын, сондықтан кішкене ыңғайсыз, футболктары кішкене басқаша екендіктен біз кішкене басқаша тактикамен кішкене жұмыс жасадық десе де болады. Стивен Томпсон бұл жерде болғанда, осы жекпе-жекті жеңсе, чемпиондыққа мүмкіндік алам, немесе де міндетті үміткер болу үшін жекпе-жек өткізуге тиесілі боламын деген. Сен де осындай ойдасың ба? Әрине, маған да титуліне жекпе-жекке дейін өте жақын тұрмын. Сондықтан да тек қана маған жеңіс керек. Соңғы жекпе-жектен соң Twitter желісінде біраз жауынгерлерді жекпе-жекке шақырдың. Майкл Венем Пейдж, Дастин Порье, Келвин Гастолом. Осылардың ішіндегі ең ыңғайсыз қарсылас Томпсон деп ойлайсың ба? Жоқ, Томпсон да мықты жауынгер, қалғандары да мықты. Пейдж болсын, Порье болсын. Бірақ мен олардың барлығына дайынмын. Соңғы жеңісінен соң Колбиді жекпе-жекке шақырған болатынсың. Қазақстандық жанкүйерлер Колби Ковингтонның парақшасына шабуыл жасағанда қазақ елінің туын жіберіп, сені қолдаған болатын. Осындай қолдау жайлы не ойлайсың? Әрине, Қазақстанда мен үшін басқа да бір Қазақстанның жауынгерлер үшін өте керемет қолдау көрсетеді біздікілер. Сондықтан да мен әрдайым не десем болады, жақсы көрем біздің болельшіктерді. Бір жағынан әрдайым көбінше осындай қолдау көрсетеді. Рахмет. Шавкат, ассалаумағалейкум. Осындамын. 4 рет қатарынан Лас-Вегасте жұдырықтастың. Томпсонмен жекпе-жек 5-ші болады. Осы қаланы жақсы білесің деп ойлаймын. Саған осы жерде барлығы ұнайды ма? Әрине, 5-ші жекпе-жегім осы Лас-Вегас қаласында. Бұлайна мен
бұл жерге тек қана жекпе-жек үшін келгенім үшін мен көп қалаға да көп шықпаймын, көп қыдырмаймыз, тек қана салмақ түсіру, дайындық, ары қарай жекпе-жек, содан кейін ары қарай үйге қайтамыз. Сондықтан Лас-Вегас енді бұл город развлечения дейді ғой, енді бұл келіп демалып кететін жерлер, бірақ енді бізде басқа мақсат болғандықтан біз ондай көп демала алмаймыз. Екінші сұрағым, Колби жаңа сұхбатта сен туралы жаман сөздер айтты, бірақ біз білеміз, қазақтарда намыс бар, және біздің спортшыларымыз осындай трэш-токты қолданбайды. Бірақ сен ол туралы не айтасың? Мүмкін жауап бересің бе? Әрине, Колби көп трэш-ток жасайтын жауынгер. Бұлайына енді сөздерін бетпе-бет кездескен кезде ештеңке айта алмайды ол. Ол біліп тұр, адамдар қасында, камераның қасында сөйлей беруі мүмкін. Алай бірде-бір екеуміз бірде қазақ, ондай сөздерді басқашалап айтатын болады. Сенің қарындасың біраз күн бұрын күйеуге шыққанда, сен ол жерге бара алмай телефоннан қоңырау шалып құттықтаған болатынсың. Өзіңнің қойған мақсатыңа қол жеткізу үшін өзіңе жақын заттармен құрбан ететініңе жайлы не ойлайсың? Әрине, бұл спорт деген дайындық кезінде максимально сфокусироваться надо. Сондықтан да мен енді той деген жақсы, бірақ менің жұмысым бөлек, сондықтан да мен бара алған жоқпын. Бұлайына не десем болады, менде өте маңызды жекпе-жек, сондықтан да бәрі түсінеді ғой. Мен басқа жағынан қолдау көрсетемін. Көптеген елдерден келген жауынгерлер өз ұлтының бір заттарын алып келеді. Біраз күн бұрын сұхбатыңда жылқының етін жақсы көретініңді айттың. Бұл сен үшін нені білдіреді? Бұл сенің ұлттық тағамың ба? Әлде жекпе-жекке дайындық барысында жылқының еті жақсы көмектеседі ме? Енді әрбір қазақтың бұлайын еткенде қанда бар, біз енді ет жегенде жақсы көреміз, сондықтан да жылқының еті енді бір аса маңызды ғой. Енді біз бұлай айтқанда мінеміз, сүтін ішеміз, қымызын ішеміз, етін жейміз, сондықтан да жылқы бізге өте қасиетті жануар. Енді біз көптер түсінбейді, енді Шавкат жылқыны жақсы көреді, жылқыны етін жейді деген сияқты. Біз енді қатты мінетін, или көкпарға шабатын, или шабатын аттарды жемейміз. Не уайымдамаңыздар, бізге тек қана жейтін жылқыларымыз аса жақсылап, не десем, бағып, дайындап, семіртіп. Сендердің салмақтағы чемпиондық жекпе-жек жайлы не ойлайсың? Кім жеңіске жетеді? Білмеймін қайсы жеңетін, бірақ чемпионда шанс кішкене көбірек деп ойлаймын. Жайдан жай чемпион емес, бірақ мен екеуіне де дайынмын. Кім чемпион болса, мен жекпе-жек өткізуге дайынмын. Егер сен Стивен Томпсонды уақытынан бұрын жеңсең, Билал Мұхаммедтен асып чемпиондық жекпе-жекке лайық боласың ба? Дұрыс, сондай деп ойлаймын мен де, бірақ UFC оны шешеді, бірақ мен дайынмын. Айтқанымдай, мен тезірек осы UFC-ның белбеуін Қазақстанға үйге алып баруға тырысамын. Қазақстандағы жекпе-жек жайлы айтқан кезде тек қана сен туралы емес, Геннадий Головкин жайлы да айтады. Головкин бокста үлкен мұра қалдырды. Сен де UFC-де мұра қалдырғың келе ме? Әрине, мен де көп жетістікке, көп нәтижелерге ерістім, сондықтан да мен де уақыт келіп осындай Головкин емес, енді менің өзімді атым ба, менің бұлай қарасам, мен ММА-дан, ол бокстан, біздің екеуміз тарихта қаламыз, Құдай қаласа. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар Шавкат Рахмонов осы жекпе-жекте жеңіске жете ала ма? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Және де жекпе-жекті тікелей эфирде қарау үшін біздің Азамат ТВ телеграм арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.